Журналистердің көбі күнделікті тақырып табудан қиналады. Себебі күнделікті болып жатқан оқиғалар өз алдына басқа еркін тақырыптарды да беріп отыру керек. Ал оған ізденіс қажет. Ол өзекті тақырып болса, ол халыққа қажетті дүние болса деп іздейді. Ал жаңалықтардың негізгі бөлімі ол ресми ақпараттардан ғана тұрмайды ғой. Еркін тақырып, ізденетін өзекті мәселелерді көтеру қажет. Сондықтан көп журналистер осы жерде біраз қиналады. Ал қиналмас үшін не істеу керек? Қиналмас үшін журналист әрдайым ізденісте жүру керек. Яғни ол тек қана таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін ғана жұмыс істеп, одан кейін болды деп барлығын өшіріп тастап жауып қоя салуға болмайды. Ол 5 күн жұмыс істеп, сенбі жексенбі маған басқа ештеңе керек емес деп бәрін тәрк етуге тағы болмайды. Журналист 24 сағат бойы, аптасына 7 күн, айына 30 күн, жыл 12 ай үнемі ізденісте жүру керек. Тақырып деген қайдан шығады? Тақырып деген ол біздің күнделікті айналамыздағы болып жатқан оқиғалар. Яғни өзіңіз үйде тұрсаңыз, үйдегі жақындарыңыз не істеп, не қойып жатыр, солармен әңгімелесесіз. Сол сіздің қайнар бұлақ көзіңіз десеңіз болады, источник негізгі. Егер үйде тұратын жақын жуықтарыңыз болмаса, онда дос-жарандарыңыз бар. Олармен де араласасыз, олардан да тақырып іздеп, тақырып табуға болады. Болмаса, көрші-қолаңдарыңыз бар. Тіпті болмаса, сіз далаға шығасыз, есік алдындағы адамдар. Автобусқа отырсаңыз, автобустағы адамдардан түрлі идеяларды, түрлі тың дүниелерді байқауға болады. Сондай-ақ, егер көлікпен жүрсеңіз, көшедегі болып жатқан оқиғаларда сізге тақырып бола алады. Болмаса, қазір елдің бәрі әлеуметтік желіде отырады. Сол әлеуметтік желінде ақпарат көзі ретінде пайдалануға болады. Яғни өзіңіз қызықты пабликтерге жазылып алып, болмаса бір жаңалықтардың порталдарына жазылып алып, қызықты адамдардың, қызықты блогерлердің ақпараттарынан тақырып тауып отыруыңызға болады. Бірақ бір нәрсені айта кетейін, әлеуметтік желіден 100% шынайы ақпарат алу мүмкін емес. Өздеріңіз білесіздер, ол жерде фейк ақпараттар көп. Сондықтан оған ол жердегі жаңалықтарға 100% сеніп қалуға болмайды. Тек тақырып табуға, тақырып алуға болады. Ал енді одан басқа күнделікті шығатын газеттер болады. Сол газеттерді қарасаңыз болады. Газеттердің ішінде де көтерілетін өзекті тақырыптарды қозғап, зерттеп, жаңалық ретінде алып шығуға болады. Одан бөлек радио бар. Егер көлікпен келе жатсаңыз, радионы қосып қойып, сол жерден де ақпарат алуға болады, тақырып табуға болады. Одан бөлек ақпараттық порталдар, яғни ленталар деп айтамыз. Солар бізге қазір тележурналистерге әсіресе үлкен көмегін тигізіп жатыр. Ол жерде күнделікті қазір болып жатқан оқиғалар жарияланып тұрады. Сол жердің ішінен маңыздысын, өзектісін сюжетке тартуға болады-ау дегенін алып шығуға болады. Ал оларды күнделікті өзіңіз жұмыс үстеліңізге, болмаса компьютеріңізға, ноутбугыңызға ашып қойып бақылап отырсаңыз болады. Ал жаңалықтар редакциясында күнделікті болып жатқан оқиғалар ол координаторға келіп отырады. Координатор ол жерден 10 ақпарат түссе, 10 ақпаратты шеф-редакторға апарады. Шеф-редактор оның ішінен керегін, маңыздысын алып шығып, журналистерге тапсырма береді. Яғни күнделікті съемкаға жібереді. Оның ішінде маңызды ақпарат болуы мүмкін, болмаса жай дөңгелек үстел, семинар деген сияқты қызық емес ақпараттар да болуы мүмкін. Кейде мүлдем ресми ақпарат, болмаса күнделікті болатын ақпарат болмайды. Ондай кезде осы еркін тақырыпқа жүгінеміз. Ал егер жаңағы еркін тақырыпты мүлдем таппаған адамдар болса, онда шеф-редакторлар ол журналистерге, тілшілерге өзі тапқан тақырыптарын беріп, соны ары қарай зерттетіп түсіртеді. Ал енді ол тақырыпты таптыңыз, тапқаннан кейін не істеу керек ары қарай оны? Құр тақырыпты ұсына салу өз алдына, сіз тапқан тақырыбыңызды ары қарай
елестетіп зерттеп көруіңіз керек. Ең алдымен ол көтеруге, халыққа көрсетуге тұратын тақырып па, ол бүгінгі күнге актуалды тақырып па, өзекті ма, соны бірінші өзіңіз саралап алуыңыз керек. Одан кейін барып ары қарай зерттейсіз, ізденесіз. Ол тақырыпты ашу үшін кімдерден сұхбат алам, кімдерді жазам, және де қандай ол жерде ойды, қандай пікірді мен халыққа жеткізуім керек деген сияқты. Ол енді келесі этаптағы бөлек әңгіме.